Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше самса, яғни шашлык самса дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Онда елегіштен өткізіп аламыз. Бөлек ыдыста сүт, ертілген сары май, тұз және де қопсытқышты қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сұйықтығымызды ұнға қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Артық ұнның қосудың қажеті жоқ. Осындай бізде жұмсақ қамыр шығады және де оны 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі салмасына кірсек, бізге фарш қажет болады және де жуаны 4 пұшты қылып турап шығамыз, ұсақтап. Содан соң картопты үккіштен өткіземіз. Тұз, қара бұрыш және де қалауынша дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Мен кориандр қостым. Салмасы міне бізде дайын. Енді келесі 30 минут өткеннен кейін ұнға немесе күкіріс крахмалына осы қамырымызды аунатып бөліктерге бөлеміз. 30-35 граммнан бөлеміз. Мен 35 граммнан менде ровно 20 штук шықты. Және де бетін салафанмен, я болмаса бір матамен жауып қоямыз. Енді мен сіздерге самсаның жасалу барысын көрсетейін. Осылай бірінші жайып шығамыз. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Ортасына шпажкамен салмамызды саламыз. Осындай бірнеше бөліктерге бөліп тілімде жасап шығамыз. Және де видеодағыдай өріп шығамыз. Міне осылай болып шығады. Енді тағы да түсінікті болу үшін бір рет сіздерге көрсетіп жіберейін. Противенге салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Мен жұмыртқаның сарысымен аз ғана сүтті қосып араластырдым. Және де бетіне күнжіт немесе макты қосасыз. градуста қыздырылған пешке 30-35 минутқа қоямыз. Менде әсел пеш. Мен 200 градуста шамамен 40 минуттай қойдым. Менде жақсы пісті.
жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.